Barşasına kullanılmışım Aklını anlamay tanımışım Ağam da anlamay tanımışım Hekimlik mamuştan anılmışım Anam bir kanıstır tanımışım Rahmet Barşakla bölünmeyi tanımışım Varlığın delildi tanımışım Rahmet Ekeldim aytadın adam Ekeldim aytadın adam Bakar Өткенге салауат айтамыз, құрметті достар, бірақ біз болашақтан үлкен үміт күтеміз. Сондықтан құрметті шымкенттіктер, көңіл күйлеріңіз қалай? Давайте Шымкент. Шымкент, көңіл күй қалай? Осындай жоғарғы нотада болсын, құрметті достар. Сіздермен қазір сахнаның төріне нағыз талантты жігітті шақырып келіп отыр, құрметті достар. Өздеріңіздің менің өнердегі інім сөзінің арасынан қыл өтпейді, бірақ одан енді бір атал сөз күтпеңіздер, ардақты ағайын. Себебі жайма шуақ әңгімемен жандарыңызды емдейтін номер 1 асаба, құрметті достар, сахна төрінде супер асаба Сабыржан қарсы алыңыздар. Давайте, поделаем чемпион. Рахмет. Вообще, мынандай нәрселерді билет алып театрға барып көреді ғой адам деген. Не болып жатыр өзі, анжақта тұрғанымызға 2,5 сағат болды. Той құтты болсын, Шымкент. Нұр бол, Нұржан. Рахмет. Айналайындар, енді. Бағана ағам айтып жатыр ғой, Берік ағам, бұндай той болған, күнде болады бұндай той негізі. Хамадалар айта береміз ғой негізі. Ақшаны алғанша болмаған, өйткен бетен дей береміз ғой. Мен есім Сабыржан болады. Бүгінгі тойымыз құтты болсын. Құрметті ағайындар, концерт, театр бәрі бітті. Енді тойдың атмосферасына кірейік. Фатима анамыздың дастархандағы ең көңілді дастархан, қай дастархан? Қол қойшы. Музыкасыз. Тойлары сұқты болсын, бейтекші. Фатима бейтекші. Мен бағана айтып жатыр ғой, Берік аға сізді қатты мақтап жатыр. Негізі мақтауға лайықты деп ойлаймын. Барлық мақтауға лайықты Аллах тағала, бірақ бұл кісінің істеп жатқан ісін өзі біледі, Алла біледі, және ағайын туысы біледі. Жоқты да, барды да жасырып жүретін Фатима анамыздың бүгін немересінің тойы. Рұқсат болса мен екі баламның кішкене әңгіме айтайыншы. Апа, рұқсат па? Білем, енді үйде генерал король сенсіз, енді біреу жағын алармыз деп той ма? Осылардың арқасында миллион жарым, қанша қаладыңдар? Қанша қаладыңдар? Ешқашан ойламадым, біреудің әпшумен ақша тауып, қанша қаладыңдар? Так, Нұрболды кім таниды, қол соғады? Нұржанды кім таниды, қол соғады? Бейші, рахмет. Так, сен әйелің аты? Мадина. Шақыр. Мадина. Сен? Амина. Түр, Мадина, Амина.
кто не хлопает, тот чувский долина. Ассалаумалейкум деп қоясың. Рахмет. Ана жаққа шық. Кішкентай сен ғой. Үйдің кішкентай. Мына жақ, оң жаққа шық. Сіз сол жаққа шық. Үлкен мен. Әжеңмен барып әңгіме темекі шегетін тұрсың бар. Мен үйдің үлкені қаным үшін адам депсің. Өзім енді микрофон алып нервыма тимеш. Мына кім операторлар, мобилографтар ортаны сәл босатып жіберейік қазір. Сендер мә апа мен түсінгенім қонағыңнан артысың көп па дедім ғой бүгінгі тойда, иә. Мына тойымыз әдем бастаған шым қаланың кәдімгі қозыры ғой, кәдімгі тұзы. Мына балдардың да сүндет тойын басқарған кезінде берікке бір шапала соқпайық беке. Ұратын уақытын келді ғой, жандарыма бұған да ұрсаңыздар сіздер. Мен ұраны дейін, болды көгі. Ертең жауығамыз көгі. Так, қазір бір музыка қоям. Бірінші үлкенісің ғой, ешкімге тамақ салат қызық емес. Қай қазақтың үйіне барсаң тамағына емес, бірінші қабағына барасың ғой. Әдемі қазақша киініп келіп, сондай дресс-код болып отыр ма? Қазақша киіну деген. Бір-екеулер киінбеген, тоқып келе салғандар бар енді ғой. Қазір олар шығармамыз ғой, нағып киінбегенін көреміз. Бірақ Фатимаға рахмет айтыңдар, ноябрьде сендерге наурыз істеп беріп жатыр ғой, кәдімгідей бар ғой. Неге қол соқпайсыңдар, а? Бірінші екеуін бақтыңдар, Нұрбол ғой. Нұрбол мен Мадина жоғары қарай билеп ше қайсы сол қалай қол соғатын көзің ашсын. Сосын сендер барып келесіңдер. Екі келініңіз бар, өте күшті. Қайсы қолыңызда? Мына қолыңызда ғой, иә? Әсе басына люстр киіп. Кетіп ал. Бірінші үлкен ұлы мен келіне қол соғады. Жібер маэстро. Билеп, Нұрбол. Билеп. Туыстар қайда, ағашылар қайда? Қоншы емес. Сендерге байланысты кішкене аналар әшейін әңгіме темекі шегіп жатыр. Сендер билеп шығып көтеріп Нұржан менен Аминаға қол соқты. Сендер би деген түсінесіңдер ма негізі? Бұлар скромный. Маған сол қызық болып тұр ғой скромный. Қатындарсыз көрейікші бұларды. Жөндеш әйелдер. Екеуің бар ғой, музыка қол жүгілейді, басынан қош, қол жүгілейді. Билеп барып тұрейікші, Нұрбол, білем, базар жоқ, бай тұратын шығарсыңдар, базар жоқ. Бірақ енді бүгін анау мектеп, бизнес бәрін ұмыта тұрайықшы, әшейін қарапайым қазақ болайықшы, жарай ма? Бәріміз де жаман адам емеспіз. Фатима апа, балдарыңызды кішкене қозғалтайын, әбден қатып қапты ғой, бүйтіп адам жұмсап. Музыка қояр, екі ағасымен істе қол соқты, маэстро, жүр! Амин, Мадина қасым қадыр шабыр өйсін. Үйті бұрат негіз шапылақты. Авторитет керек па? Авторитет мынандай болады. Маэстро! Фатима! Шабала қайда? Жарасамыз, жасамыз, жұлдызы екеуміз қырмыз.
бәсе ойлашы, екі бала бір қыз туыпты сағансың, халықтың бәрін ең қымбат ресторанда жинап алғансың, ең қымбат әншілер, ең қымбат тамада деп қоясың ғой, қарашы, ең қымбат сыйлықтар, және бұл ресторанда Фатима үшін ең қымбатты қонақтар. Бүгін бір ұл емес 6 немересіне той беріп, елді аузына қаратқан, өзі ана, өзі әке орнына әке, ана орнына ана болып жүрген Фатима ортада кетіп бара жатыр, ал бүкіл Шымкент орнынан тұрып шапалақ ұрып жатыр. Фатимаға шапалақ, балдарына шапалақ, жансаядай той жаса, балапанға шапалақ, көңілің қалай босасын, жырдан маржан шашасын, бір Алладан тіледіп, Рома көкенің ұрпағы мәңгі жасасын. Бәсе, міне, болшы бұлай құрметті ағайындар. Енді сәл бүйтіп образға кіреміз. Бүгінгі бас жүлдені айтып жеңізші, бүгін шоқта болсын. Келген бір қонаққа умра. Бүгін сіздер ойлаңыздар, концерт көресіздер. Театр, бірдеңе, домбырамен, батырлар, неше түрлі қатындар мысалда. Соның бәрін көріп болғаннан кейін шығып бара жатасыздар ғой. Біреуіңіз умраға кетіп бара жатсыздар. Алла нәсіп етсе. 6 баланың несібесі бүгін біреуіңізге бұйырайын деп тұр. Кімге бұйырса да Алла өзі шақырған құлға бұйырсын иншалла. Бірақ салауат айтып отырыңыздар, оның тойдың соңында. Бірақ оған дейін мына жерде тұрған шубаларды көрсетіп жіберейік. Қыздар, мына шубаның әрқайсысы 700 мың, 800 мың, кім біліп жатыр айтып? 700 мың, 800 мың тұрады дейді қыздар, қол соқпаңыздар. Бұларды сіздерге береміз тоже. Бірінші, осы тойда ең мықты образда келген, әйелімен бірге образ киініп келген кісілер болса, біз сыйлықтарымызды дайындайық. Бар ма қыздар? Сыйлық дайындаймыз. Кім бар? Күйеуімен бірге келген. Жоқ, біртіндеп шығайықшы, біртіндеп. Келіңіздер. Міне, ар жақта екі. О, міне. Қол соқ қойыңыздар. Ассаламалейкум. Йо-майо. Рахмет. Мынам бәрі бақсы сияқты бар, ғой кәдімгідей. Йо-майо. Тоқта. Міне келе жатыр. Рахмет. Өйстіп, көшеде де жүрсек қой негізі. Бүйтіп жүре алмайсың ғой, бірақ. Қоя дейсің ғой. Бісміллә. Мыналар қылышымен кеп тұғы кәдімгідей. Рахмет. Жандарым. Амал жоқ, қатындарын кигізіп қойған көрініп тұршы өстеріне. Рахмет. Өля жан бірден аламыз ғой депші. Мына жердегі тұрған образдардың бәріне бір қошемет соқпайық, құрметті ағайындар. Бір шеттен таныс болайық. Есіміңіз? Кім боласыз? Нұрболдың жолдасы бар. Нұрболдың жолдас балдары. Ол семья құрғандарыңызға? 8 жыл. 8 жыл. Алла берген? 4. Шапалақ, 4 баланың ата-анасы. Машалла. Асылайым, есіміңіз? Ербол. Кім боласыз? Досы. Досы, қанша бала шаға? 4. Не болды? Өздерің туған адамса. Қол соқсаңыз 4 деп атырып қой. Жаным. Ура, осылай бар ғой кәдімгі. Якутияға кетіп қалатын адам болса жүрсіңдер ғой. Алла берген? 5. 5, машалла. Неше жылға толасың? 18. Кім боласыз? Күйеу.
Жоқ, мына тойға кім боласыз деймін ғой. Нар көрсетіп тұрады. Жоқ, мына тойға. Фатиманың інісі. Кімнің? Фатиманың інісі. Фатиманың інісі. Балдардың нағашысына қол соқпаймыз. Образ бөлек. Қылыш. Бөрік. Ой, ассалаумағалейкум. Неше жыл? 4. Жақсы, братан, сосын хабарласамыз. Неше жыл оталасыз? 13 жыл. 13 жыл екен, братан. Алла берген 4. 4. Кім боласыз? Бөлесі. Бөлесі. Есімің көкі? Тимур болады. Тимур. Неше жыл? 14 жыл. 14 жыл. Нормас. Алла берген? 4 бала жыл. Алғашында екеуі бар ғой, кәдімгі кинодағыдай, иә? Ана байдың несіменен бәйбішесі болады ғой бір. Кім боласыз? Фатима әпшенің біз отбасылық. Жақсы, сосын хабарласасың, братан. Тұра беріңіз. Міне образ. Шықса әйел, міне образ. Қошемет бар ма? Неше жыл? 12 жыл. Алла берген? 5 Аллаға шүкір. 5 баланың ата-анасы алдарыңызда. Досы ма? Досы боласыз ба? Фатима әпшенің інісі. Фатима. Кілең өзің туыстарың екен ғой, Фатима әпшең. Фатима, ой, былай тұрма. Жігіттер, мына жерде бар ғой, 2 адам жүлде алайын деп тұр. Конкретно айтайын, кеш бауырым ортаға. Батыры менен, қатыны менен. Шағысай бірге. Мына образға қалай қол соқпайсың, а? Ассалаумағалейкум. Батырым атын кім болады? Нариман, Кім боласыз? Азелдің ағасы тәтесі болды. Құда болады. Құда боласыз. Алла берген. Неше балаң бар? 3 бала. Машалла. Образ қалай? Аты қалай образы? Батыр ғой бұл вообще. Қай рудың батыры? Хамат. Хаманның батыры. 300 ба? Красавчик. Мен де 300-мін бауырым. Бірінші орын құтты болсын. Тұра бер. Молодец. Неше жыл оталасында? 21. Машалла, 21 жыл. Бүкілінің әйелі сөйлемейді, тек қана сен қатының сөйлейді. Анжаға тұра бер, бауыр. Батыр болсам қатының аузын жауып тұр деп қойсам. Қама екен, мен бауырым екен. Қазір аспан тасы өзім беремін, дым ойымдамаңды. Әжет бейт не қылмайсыңдар ма, ана кісілер көрмей ма, ита көре алмай отқан адамдар бар өзі. Одан кейінгі жұпқа бір шаболақ соқпайық. Көп кейінгі бағамдар. Неше бала шаға? 4. Достары ма? Фатима жеженің қайынысы, Романың інісі. Рома ағамыздың бауырлары. Құтты болсын. Қайден, образдың аты? Қазақша. Мыналардың бәрі өзбекше киініп алған ғой. Ол рахмет. Қазақша. Мен білмейді екенмін, ақасы қазақша киініп алыпты ғана кісілер. Өлә, неге қол соқпайсыздар, қазақша киініп алыпты ғана кісілер. Образ. Атыңыз? Бағдат. Кім боласыз? Фатима әпшенің інісі. Алла берген? Алтау. Міне, потолок, 6 бала. Қол соқып қоямыз. Алла берген? 3. Кім боласыз? Нұржанның бажасы болды. Нұржанның бажасы. Ассалаумағалейкум. Мынаны жаман қинап қойыпсыңдар бар ғой. Мына өмір шабан келген бала, онау ше. Атың? Дулат. Кім боласың? Нұржан досым. Нұржан досың. Молодец. Әбден екеуің кәп. Сен қыз ұзатудан қашып кеткен сияқтысыңдар ғой. Өзің ұзату тойынан сен қуып қойған сияқтысың. Асық. Современный ғой мына, қарашы көрініп тұр ғой. Неше жыл? 3 жыл. Ала берген? 1 жыл. Кім боласыз? Нұржанның досы. Нұржанның досы, қол соқпай-ақ. Жаңадан құрып атқан. Мен мына жерде бәріне бергім келіп тұр. Бірақ енді өзін таңдап, кім шешеді? Өзіңіз шешің. Кім шешесі? Мен кім шешеді? Мен шешейін деймін. Шымкент түсінбейсіз ол бірдеңе шешеңіз. Мына бірінші кім? Бірінші. Мен шешем. Иә, сіз шешесіз. Вот мен шешем. Мен шешем. Кім шешесі? Бәрі мен боқтауқын, мен шешем, сен шешем. Бір жұпқа қой, анау. Бір жұпқа. Бірінші орынға. Тама. Шабала соқпаймыз. Таманың. Батыр. Дұрыс қой, өзі білем ғой. Кел бауыр. Екінші батыр. Қылыштарыңды алыңдар. Соғысасыздар. Қайсысын тірі қаласыздар, соған береміз. Аспаңыздар. Мынау, туысқан. Мен де кішісінің баласын. Мен кішісі анау мынау деп беріп жатыр деп ойламаңдар. Құда болғасын беріп жатырмын. Жеңгей, шабала соқпаймыз. Бірақ шуба сізге. Одан кейінгі, есіңіз кім еді? Ералы. Ералының жан-жарына қошемет соқпаймыз. Ералының жан-жары. Шуба және батырдың қолына домбыра. Лайықты ма? Сұра беріңіздер. Рахмет.
бәріне жетеді ғой. А? 4-5-іне берсін. 4 Короче, 4-5 қалындарда қалғандар жері күші ғой. Мына 3 жыл анау дегендер отыра берсеңдер болады негізі. Тұздатудан қашқандар отыра беріңіздер. Мен өзім таңдап міне ғой, міне. Кеш қараш қандай әдемі. Әдемі ба мына жұп? Кім боласыз? Нұрболдың әріптесі әрі досы. Әріптесі әрі досы. Неше жыл оталасыңыздар? Алла қаласа 6 жыл болады. Алла берген. 2, 3-ші. Құдай қаласа 3-ші. Мынау сіздің жан жарыңызға 2 қабат болған үшін. Дұрыс па? Адамнан адам шығу оңай емес ағайындар. Аяғы ауыр ма? Тамаққа тойбағын беру. Ауыр ғой, мынау осы жан жарыңды тастамай қағып жүрген үшін шапала соқпайық. Одан кейінгі жан 6 бала. 6 балаға 6 бала кім? Не қылмаңдар? Анаға берді, мынаға берді, қан түспеңдер, жағылаңдар. Өздеріңізді тықпады, мен бала бердім, мен бала бердім. Өзім берем кімге беретінді. 6 баланы дүниеге алып келген қазақтың сұлу келініне қошемет соқпайыңыздар. Лайықты ма? Неше ұл, неше қыз? 4 ұл, 2 қыз. 4 ұл, 2 қыздың баласы не? Маладес. Солардың рахатын көріңіздер. Құтты болсын шубаларыңыз. Кім болады сізге? Бауырым. Барсаңшы, мен де түсіп жіберейін, қасына тұралыңыз. Тұрып алыңыз қасына. Бүкілін тастап, екеуін фотоға тұрайын енді. Рахмет. Мына кісіге бір сыйлық берші менің атымнан. Не деген образ мынау, жаным. Не бір имамдікін киіп кеткенсіз бе, не істеген сапа? Шапала соқпайыңыз. Қошемет. Одан кейін. Жоқ, оларды мен бөлек шақырайын дедім қазір. Жастарды бітіріп алайын, иә? Фатима, айналайын жаным. Бүгін маған бастық емесіңдер, тыныштығымдар. Так, мына мені шубаны кімге берсем екен деп ойланып, толғанып, осы жерде бәрі алғысы келіп тұр ғой енді. Мен өзім не істемей қояйын, анаған берейін, мынаған берейін деп. Лучше мына 7 баласы бар, бір келіншек бар, соған берейін апа. Иә, ол үйде менің әйелім бар. Мына кімге берсен екен деп қара. Достарына берейік, көк киін алғандар бар ғой, достарына бір шапалақ соқпайық. Олар да осы тойды көтеріп, мынау сізге болсын еді. Жаман қарап тұрған кіші деп бермесең кәдімгі. Домбыраны кесей бауырым алдыға шықса, жан-жарыңмен ортаға шық, жан-жарың. Тағы бір сумка бере қой. Бір қошемет соқпайық, мынау жан-жарыңызға, мынау менің атымнан деп қабыл аласың, құтты болсын. Бәріне бір сумкадан берекші әйелдеріне. Сөйтіп та қалғандар ешкім ренжімейтін шығар деп ойлайды. Қазақша киініп келгенде енді қатты не алмайды шығарсыздар, міндет қылып, біз киді қойды. Кигендерде отырып ол, ау жаным, мынау кімнің баласы? Біртіп, ау. Тағы бар ма сумка? Берді ме, бәріне берді ме? Қолымызды көтеріп бір шапалақ соқпайық. Рахмет, жігіттер, қыздар, отырып алыңыздар. Бәріміз отырайық. Апа, енді осы тойда 50-ден 60-тан асқан, 70-80-ге жеткен, 90-100-ге келген апаларымыз бар. Кемешек киген апаларды шапалақпен ортаға қарсалайықшы. Кемешек киген апалар, келіңіздер ортаға. Рахмет. Жаңа шуба алғандарға құтты болсын деп, андай көре алмайтын адам құсамай қолымызды көтеріп бір шапалақ соқпай құтты болсын деп. Кемешек келген апалар, келіңіздер ортаға. Жігіттер, отырамыз, әрі-бері жүріп доғарайықшы. Жігіттер, серьезно айтам, отырайықшы. Мына той жаңа ғой басталған, отырайықшы, ренжімеңдерші.
әрі бері кіру анау деген доғарайықшы, өтініш. Мына қонақпыз ғой, қонақ болып отыра тұрайық. 5 минут шыдасаңыздар болды. Отырып алыңыздар апа. Қалай ғана қол соқпайсың алдарыңда. Кемешек келген апаларымыз шыққанда. Бәріңіз отырып алыңыздар. Апа, отырып алыңыздар. Рахмет. Бір шеттен таныс болайық. Атыңыз кім, апа? Атым Мұрат, Фатимаға Құдағилым. Жасыңыз қаншада? 67-ге келіп. Шапалақ соқпайық, 67-ге. Апа, есіміңіз? Раушан. Кім боласыз? Фатима Құдағилым. Жасыңыз қаншада? 66-да. Шапалақ соқпайыңыздар, 66-да. Амансыз ба, апа? Қалыңыз қалай? Есіміңіз? Аманкүл. Аманкүл апасы боласыз, я? Фатиманың әпшесі. Әпшесі. Жасыңыз? 80-де. 80-де екен апамның жасы. Амансыз ба, апа? Атым Баян болады. Романның шешесі боламын. Разговор жоқ, апа. Дауысыңыз серьезный екен, апа. Біліп тұрмын ғой кім екеніңізді. Генерал екеніңізді бағана кеш жатқанда білдім, әйтпесе бүкіл апалар шығып жатыр, ешкімге қол соқпай, тісі шықпай жатқанда мынандай шапалақ соқты ғой, естіңіз ба? Рома баланы дүниеге алып келді. Ромадан қаншама ұрпақ тарап жатыр. Мың жасасын, апа. Көңілің қалай босасын, жырдан маржан шашасын. Бір Алладан тіледім, Ромаңның ұрпағы қияметке дейін жасасын. Әумин деп қойыңыздар, ағайындар. Апа, атыңыз? Биби Фатима атым. Фатимаға әпше болам. Өкіл әпше болам. Өкіл әпше деген не? Ше болам. Өкіл әпше деген. Асырап алған ба? Жақын әпше, жақын. Жас? 68. 68-де. Мына киіп келген кеменшектеріңізге рахмет, апа. Негізі, тек бұл тойда емес, всегда осылай жүретін сияқтысыздар сіздер. Деп айта салайын, кім біліп жатыр? Бәріңізге бірдей не? Материальный помощь, материал. Бәріңе бірдей қырылқап жүрмеңдер. Бәріңе жасыл жан, наргеженге жапқандай, сонда бір материалды алған бөліп бәріңе беріп жатыр үшін. Мынау тұрған кісілерге Алла разы болсын. Фатимош, Алла нәсіп етсе осы кісілердің жолын берсін. Осы кісідей ана болыңыз. Осы кісілердей дана болыңыздар. Алдарыңызда отырған 5 кісіге, 5 апаға кеші тобының бірінші составы ұқсап отыр. Бір шапалақ соқпайықшы, құрметті ағайындар. Апа, сіздерді шақырып кішкене внимание беріп жатырмыз, көңіл бөліп жатырмыз. Рахмет киіп келгендеріңізге. Енді драйвер шақырайын ба, қайтасыздар ма еле өздеріңіз? Балла шағалар алып кетсеңіздер. Алла разы болсын. Күшті киініп алған. Өстіп жүрейікші, Құдай қаласа. Күшті, я, кәдімгідей. Жарасады, я? Жараса ма, жараспай ма? Қараңыздаршы. Мынандай тек мешітте имамдардан ғана көресің, мынандай басын. Апа, сіздің бауырларыңыз, әпкелеріңіз ғой, я? Иә. Сіз қаншада? Сіз қанша? 64 жастамын. Маша, құсамайсыз, апа. 64 кепсіз. Нені әкеш? Омыраны әкеш, көрсет жіберейін. Құрметті ағайындар, бұл омыраның бір ерекшелігі номерок қойылмаған ешкімге. Байқадыңыздар ма? Ешкімде номерок жоқ. Барлықтарыңыздың аттарыңыз жазылған ана неге салып қойған, я? Дұрыс қой, я? Сол аттың кімге бұйырады. Міне, омыра, бүгін бір кісі омыраға барады. Көріп отқандар қошемет соқ қойсаңыздар болады. Бұл Фатима анамыздың отбасының атынан. Өтір қомасы деп атқаным ғой. Келесі, бір 6-7 сыйлық беріп қойсаңыздар, осы тойханада көп бала тапқан аналар бар ма, ортаға келсін? Көп балалы аналар. Кәдімгі қазақ үшін, ел үшін көп бала тапқан аналар бар ма, ортаға келіңіздер. Кім бар? Қол соқпайыңыздар, келіңіздер ортаға. Сыйлықтарды алып келейікші бері қарай. Көп балалы аналар, маэстро. Көп балалы аналар. Біреу, екеу, шапалақ, үшеу, төртеу. Бар ма көп балалы? Шығыңдар, көп балалы.
бесеу, Шапалақ, бесеу. алтау, Алтау, бесеу, жолыңыз болсын. Нешеу? алтау, 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 алтау. жетеу, Ассаламу алейкум, жолдарың болсын. Барыңдар. Алтау. Жетеу, нешеу? алтау, Жолдарыңыз болсын. Нешеу? алтау, Нешеу? жетеу, Жетеу қалыңыздар. Сіздерде нешеу еді? Төртеу? Төртеу, мен де тоғым, мен алайын. Төртеу жоқ па еді? Жетеу, 14 бала тапқан қазақтың келіндері. Неше ұл, неше қыз? 6 қыз 1 ұл, 6 қыз 1 ұл. 4 қыз 3 ұл. 4 қыз 3 ұл. Ағам осында ма? Иә. Шақырыңыз. Нұреке ортаға. Әне, қалай көбейге болады? Нұрекең жұмысқа кетіп батады, ар жақтан. Нұреке, бола ма? Келесі жыл 1 бала. Сіздікі? Өзім келдім. Өзіңіз келдіңіз. Мына кісіге бір сыйлық беріп жіберейік. Келген қонақ, крутой вообще. Мына кешіп келген қонақ. Жан, сен не білмеймеш? Так, жоқ, мына ана үлкен манта бар күні бер. 7 бала тапқан адамға өтік берген емес. 7 баласыменен үйге барып, өзі 8, күйеуімен 9 манты жейіп, отпай ма балаша? Әкпел манта бар екен, шабала соқпай. Солардың рахатын көріңіз. Сіздерді ортаға шығарып күлкі қылу үшін емес. Ассаламағалейкум. Бүкіл қазаққа үлгі болатын отбасыларға шабалақ соқпай, құрметті ағайындар. Аман болыңыз. Бірге 6 қыз 1 ұл ғой. Иә. Солардың рахатын көріңіз. Мынау ез заманда мынандай еркектер бар. 1 баласын баға алмай, 2 баласын баға алмай қашып қатын тастап жатыр. Мына сіз сол бүкіл еркекке мотивациясыз ғой, 7 баласын тастамай бағып келе жатыр, құрметті ағайындар. Еркек па? Мужик па? Машалла. 1-ші ұл болды ма, или 7-ші ұл болды ма? 6-шы жыл. 6-ші жыл болды, екен. Қыз. Ұл тудырған. Ассаламалейкум. Жоқ, андай бір табақ бар еді ана жерде. Кәдімгі бешбармақ салатын табақ. Нұрекеңе астау. Лайықты ма? Лайықты ма, лайықсыз ба? Үлкені қай жылғы? Үлкені 35-те. Қай жылғы? Үндемеңіз. 90-шы жыл. 90. Одан кейін? 94, 99. Аспаңыз. Дұрыс айтты ма? Дұрыс. 2000, ең кішкентай 2009, 2013. Бәрі дұрыс па? Бәрі дұрыс. Красавчик. Қолмен сеген мойымен көтеріп тұрған базар жоқ. Бала шағаларыңызбен отбасыларыңыздан ырыс кетпесін. 6 қыз 1 қыз бергенде Алла бір періште жаратады, жанына қияметке дейін сіздерге Алладан салауат айтатын. Ал қыз баланы Алла тәрбиелей алатын еркекке береді. Сіз нағыз еркек, 6 қыздың әкесі болып отырсыз. Бізге жұғысты болсын, көке. Бізге жұғысты болсын. Аман болыңыздар. Шапалақ соқпай, көке. Аман болыңыз. Көке. Сосын жұғысты болсын деп андай бірдеңесін. Тұрсиын ба, бірдеңесін береді дейді ғой, ана ғой. 7 баладан кейін тұрсиды жоқ шығар енді. Ау. Аспаңыздар. Осы көп бала тапқан аналарға бәріміз ек қолды көтерейікші, бәріміз ек қолды көтеріп тұрып бір қол соғайықшы. Музыкасыз. Фатима апа, шын жүректен бүгінгі тойыңызды құттықтаймыз. Бұл әнді жай ғана бастамасы. Қазір мен әншілерін жіберіп алайын, одан кейін тағы да шулатамыз. Мына ресторан соза береміз ғой, Иә, соза береміз. Соза берейік, ақшаларымыз көп дейді. Енді құрметті меймандар, Фатима апамызды 2 ұлын, немерелерін құттықтап келіп тұрған қазақтың ерке баласы, мега жұлдызы, құрдасым, арнайы 6 баланың сүндет тойына келіп тұрған Қайрат Нұртас, шабала құрметпен қарсы алыңыздар. Апа, сіз үшін кеп тұр еді. Қайрат Нұртас. Ассалаумағалейкум ағай. Фатима анамызға деген құтты болсын. Сіз жыласаңыз қуаныштан болғай көшіресіз. Суған шәкілім көзге тоңы ана деп ән салам.
жүзге толды бөбекпін мен саған. Ана, 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 мәңгі дос сен ғана. Абзал ана, ана, көңілің кең дала. Данасың сен маған, данасың сен маған. Мақтанатын мархабатым, махаббатым. Ардақтайды есіміңді, ер ана деп ата, ер ана деп ата. Көзіңнің жасына өзіңсің бақыт бақшасында, өмірдің басында. Ана, 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 мәңгі дос сен ғана. Абзал ана, ана, көңілің кең дала. Данасың сен маған, данасың сен маған. Махаббатым, махаббатым, махаббатым. Қосыламыз бірге. Ардақтайды есіміңді, ер ана деп ата, ер ана деп ата. Тербет мәңгі бесігіңді, ана жаным саған, арнадым мен саған. Фатима анамызға қошеметтеріңізді сұраймын. Рахмет. Ана, 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 мәңгі дос сен ғана. Абзал ана, ана, көңілің кең дала. Данасың сен маған, данасың сен маған. Махаббатым, махаббатым, махаббатым. Ей, жаным ана. Деген екен, кеңес мама, кеңес жан. Ал тойық тосын. Тойық тосын ағайындар. Баршаңызды мен биге шақырам. Мен қатты қатысағаным. Фатадита! Ал кет. Ay,
kızıl şanlar Kirege bizi yer sen düşün Şimdi içebilir misin? Maçaға шықпаймыз. Maçaға шығаруға болмайды. Я сіздерге болады.
Алатаудың салқын самалында алматымы түндері ай ұйқымды алған сен алатында алматымы түндері ай алатаудың салқын самалында алматымы түндері ай ұйқымды алған сен алатында. Нұреке, сені сүйемін. Рахмет. Сені сүйемін. Маған ешкім ұнамайды, сені сүйемін. Жаным ешкім тұра алмайды, жүрек тұралатындар өте балдайды, сені сүйемін. Көңіл күйім түсті бүгін тағы да сағынтып жүр мені үйім. Жүрегімнің шектері ойнап осы күйім қандай түйін екенін шешу ұят. Сені сүйемін, маған ешкім ұнамайды, сені сүйемін. Бол жайғасыңыздар. Қайреке рахмет. Canım sağ ol.